Сәлем достар. Біз бүгін жұмсақ тоқаш пісіретін боламыз. Қажетті заттарымызды өлшеп дайындап аламыз. Ыдысымызға сүтімізді құйып, оған қопсытқышты қосамыз. Жақсылап араластырып, қантымызды қосамыз. Әр қоспамызды қосқан сайын жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын құямыз. Жарты шай қасық содамызға жарты шай қасық 70% уксус араластырып қоспамызға қосамыз. Келесі жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырамыз. Өлшеп алған ұнымызды 2 бөлікке бөліп, қоспамызға араластырамыз. «25 грамм 60% сары майымызды қосамыз. Және де жарты шай қасық 70% уксусқа жарты шай қасық су қосып араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 3 сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырымызды майда бөліктерге бөліп алып, булочканың формасын жасаймыз. Қоспасына Қазақстан шоколадын және Сникерс шоколадын салып, осылай түйіп, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 25 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің жұмсақ булочкамыз пісті. Жасап көріңіздер.